О, бағдарламаның басында сеппейсің осыны. Нұржан, білмеймін, өзіме осы иіс ұнайды, саған ұнай ма? Сезіліп тұр ма? Сезіліп тұр, сол сезіліп тұр, оны айтып тұрмын ғой, бағдарламаның басында сезу керек еді. Иә, Нұржан, әлемдегі ең танымал иістер қандай екенін білесің ба? Жоқ. Барлығына ұнайтын иістер, ол жаңа шыққан шөптің иісі екен. Сосын жаңа піскен нанның иісі және кофенің иісі екен, құрметті көрермен. Ал сен де қандай иіс жақсы көресің? Жақсы көргенде маған ұнайтынымыз жауын жауады ғой, таза ғана иісі. Және нәресте сәбидің иісі деген. Иә, шынымен де керемет, келісем. Әр иіс меніңше естелік сияқты. Жағымды, кейде жағымсыз сәттерді еске түсіреді. Қай иіс адамға қалай әсер етеді? Бейнематериалдан көріңіз. Хош иіс көзге көрінбейтін, бірақ иісі мұрын жарып, жан сарайыңызды ашатын ерекше дүние. Әсіресе өзімізге ұнайтын иісті сезгенде көңіліміз ерекше көтеріліп, ертек әлемде жүргенде соны қайта-қайта иіскей бергіміз келеді. Ал осы хош иістерді адамдар қалай таңдайды? Көбіне көңілге әсер ететін қандай иістер? Шын мәнінде барлық хош иістер мен майлар бірнеше топқа бөлінеді. Біріншіден релаксанттар. Релаксанттар бұл майлар адамның жан дүниесіне әсер етеді. Біріншіден тыныштандырып, стресстен, уайымнан сақтайды. Бұл майлардың ішінде лаванда, ваниль, перу бальзам, ладан деген сияқты хош иістер бар. Екіншіден адамды сергітетін хош иістер. Ол майлар адамның көңіл күйін көтереді, ғажайып көңіл күй сыйлайды және шырақ болуға көмектеседі. Бұл майлардың ішінде көбінесе цитрусты майлар. Ал үшіншісі афродизиактар деп аталады екен. Бұл көбіне әйелдерге тән иістер. Әйелдің энергетикасын көтереді, жақсы әсер етеді және сезімталдықты өсіреді. Бұл майлардың ішінде раушан, иланг-иланг, жасмин деген сияқты өсімдіктерден алынады. Айтпақшы, адамның көңіл күйін түсіретінде сағыныш сезімін оятатында хош иістер болады. Мысалы, ондай иістерді естелік иіс деп атайды екен. Өйткені ол балалық шағыңызды еске түсіреді, немесе сол иісті сезгенде басыңыздан өткен қандай да бір оқиға көз алдыңызға келеді. Адамның иіс сезімі және эмоция адам жадында міндетті түрде сақталады. Мысалы, бір хош иісті сезгенде, бұл сіздің эмоцияңызға жағымды немесе жағымсыз әсер қалдыруы мүмкін. Бұның бәрі адамның гормоналды жағдайына байланысты. Мысалы, бүгін ұнап тұрған иіс ертеңіне ұнамау қалуы мүмкін. Бұның бәрі сіздің ішкі жан дүниеңіздегі өзгерістерден туады. Иә, хош иісті таңдау адамның болмысымен ұштасып жатыр. Оны қалай өзгертем десеңіз де өзіңіз білесіз. Ал әлемде бар адамға ортақ және оны ештеме алмастыра алмайтын бір иіс бар. Ол сәби иісі. Нәресте иісі адамның жан дүниесін бірден баурап алады. Тіпті қатал деген адамның өзі сәбиді көргенде, оны құшырлана иіскегенде жан дүниесіндегі мейірімді жасыра алмай қалады. Хош иістер адамның тек көңіл күйіне ғана емес, денсаулығына да әсер ететінін айта кетейік. Бұл ароматерапия деп аталады. Яғни хош иісті тек ауаға ғана сіңірмей, жұпараңқыған ваннаға шомылу, компресс жасау және емдік қасиеті бар иіс майларды теріге жағу да сізге оң ықпалын тигізеді. Ароматерапияның да емдік қасиеті ерте заманнан-ақ белгілі болған. Хош иісті заттардың атауы, олардың әсері көптеген медициналық трактаттарда кездеседі. Әсіресе ежелгі Мысыр халқы көп қолданған. Ніл өлкесінде майдың қалай дайындалатыны бейнеленген фрескалар, ал пирамидалардың ішінен хош иісті сақтауға арналған сауыттар табылған. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.